Адал азамат мемлекет тірегі. Таза Қазақстан тек қоршаған ортаның тазалығы емес, ой мен сана тазалығын сақтау деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев маусымда өткен құқық қорғау органдарының кеңейтілген алқа мәжілісінде Таза Қазақстан бастамасына тоқталды. Соңғы жылдары елімізде барлық салада ауқымды реформа жасалып жатыр. Мемлекеттің саяси жүйесі мен экономикалық құрылымы түбегейлі жаңғыруда. Ел ішінде жоғары құқықтық мәдениет қалыптасып келеді. Азаматтық жауапкершілік идеологиясы берік орныға бастады. Мемлекет құқық қорғау жүйесін жетілдіруге және барлық салада заң мен тәртіп орнатуға баса мән береді. Әділетті әрі қауіпсіз Қазақстанды құру үшін заң мен тәртіп үстемдігін түбегейлі орнықтыру керек. Бұл барша азаматтың мүддесін, құқығы мен бостандығын қорғаудың мызғымас тірегі. Қоғамның құқықтық мәдениетін арттырып, құқық қорғау жүйесін жетілдіру қажет, деді президент. Осы ретте мемлекет басшысы заң қысым көрсетуге немесе қудалауға арналған құрал емес деп атап өтті. Заң әр адамның құқығы мен бостандығының қорғаны. Осы ақиқатты терең түсінетін азаматтық және мәдени орта қалыптастыру қажет. Тәртіп жалпыға ортақ құндылыққа, ал заңға бағыну әркімнің өмір салтына айналуы тиіс. Азаматтар әдеп пен заңды мәжбүрлікпен емес, саналы түрде сақтауы керек. Заң мен тәртіп басты құндылыққа айналса, тұрмыстық зорлық, зомбылық, вандализм, есірткі саудасы, лудомания сияқты қатерлердің тамырына балта шабылады. Өскелең ұрпақтың бойына жасампазды қасиеттерді сіңіріп, оларды тәртіпке баулу қажет. Бұл ата-аналар мен білім беру жүйесінің ортақ міндеті. Балалар мектептен адал азамат болып шығуы қажет. Заң және тәртіп қағидаты жауапкершілікті сезіну мәдениетімен тығыз байланысты. Елімізде Таза Қазақстан жалпыұлттық науқаны жүріп жатыр. Бұл маңызды бастама халықтың кең қолдауына ие болды. Таза Қазақстан озық ойлы қоғам құруға арналған идеологиялық тұғырнаманың ажырамас бөлігі. Бұл тек қоршаған ортаның тазалығын емес, ой мен сана тазалығын сақтау деген сөз. Себебі қоғамдық әдеп пен заңға деген құрмет айналадағы тазалықтан басталады, деді президент. Бағдарлама Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.